Бүгін сіздермен тауық етінсіз цезарь салатын бірге жасайық. Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Алия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бізге қажетті ингредиент перепелиный жұмыртқа, помидор черри, сухари және пекинский капуста қажет болады. Ең алдымен біз пекинский капустаны алып, оны төртбұрыштап турап аламыз. Помидор черриді осылай видеодағыдай сияқты бөліп аламыз. Менде мында 17 помидор черри екіге бөлеміз. Видеодағыдай сияқты. Перепелиный жұмыртқа мында менде 8 штук, оны да осылай екіге бөліп шығамыз. Барлығын бір ыдысқа салдық, оның үстінен сухариді саламыз. Ал енді біз соусты дайындайық. Оригинал цезарь салатының соусы. 3 столовая ложка майонез саламыз. Одан кейін 1 шай қасық горчица және де 3 зубчик чеснока. 1 шай қасық тұз және лимонның суын осылай езіп шығамыз. Барлығын измельчительмен араластырып шығамыз. Одан кейін біздің салатымызға қосып жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Мінекей біздің тауық етінсіз өте дәмді болып шығатын цезарь салатымыз дайын болды. Сіздерге менің рецептім ұнаған болса, лайк басыңыздар, тіркеліп қойыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Осы салат біздің отбасымызға ұнайтын салаттардың бірі, біз оны жиі жасаймыз. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте жеңіл әрі тез дайын болатын салат. Қонақ келгенде де тез жасауға болатын салаттың бірі.